Баршаңызға ассалаумалейкум, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл түріктің су бөрегі деп аталатын тағам. Ал кеттік, ендеше бастайық. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды, суымызды, тұзымызды, ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. Достар, егер де мені видео ұнап жатса, міндетті түрде соңына дейін қарап лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар, және де подписация батырмасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта міндетті түрде бұдан да басқа қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Видеомды өткізіп алмаңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды тез әрі жылдам қатты қылып илеп аламыз осылайша. Және де осы қамырды илеп болғаннан кейін 10 минутқа тындырып қоямыз. Осы кезде сырымызды теркадан өткізіп аламыз және де творогымызбенен араластырып қоямыз. Мінекей достар, 10 минут уақытымызда өтті. Енді қамырымызды алып, жақсылап бөліктерге бөліп аламыз. Ал енді осы видеода көріп тұрғандарыңыздай домалақтаған қамырларымызды біртіндеп алып, жақсылап жайып алатын боламыз. Ал енді сақырлап қайнап тұрған суымыздың үстіне бір қасық ақмай құйып, және жайған қамырымызды саламыз. Және де 1 минуттай ұстап, 1 минуттан кейін осылайша сүзіп аламыз. Сүзіп алып, мұздай суға саламыз. Енді осылайша табамызға майымызды жақсылап жағып аламыз, бір келке етіп. Және де суға салған қамырымызды сүзіп алып, сығып, со табамызға жақсылап жайғастырамыз. Және де үстінен сармай жағамыз. Екінші рет дәл солай қайнап тұрған суымызға қамырымызды салып, 1 минуттай ұстап, және сүзіп аламыз. Сүзіп, оны мұздай суға салып, жуып, суын сырқып, табамыздың үстіне салып, енді бетіне сармайымызды жағып, осылайша көріп тұрғандарыңыздай үстінен творогымыз бен сырымызды араластырып үстінен себеміз. Осылайша себелеп жұқалап саламыз, қалың салуға болмайды. Осылайша кезектегі қамырымызды үстіне жайғастырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылайша барлық 10 зола қамырдың барлығын осылайша суға қайнатып, бір-бірін үстіне салып, арасына сыр мен ірімшігімізді салып шығамыз. Мінекей енді ең ақырғы қамырымызды салып, үстін майлап, табамыздың бетін жауып 20 минутқа қоямыз. 20 минут уақытымыз өтті. Енді астын ашып көреміз осылайша. Иісі енді керемет, достар. Өте дәмді әрі жұп-жұмсақ. Осылайша қамырымыздың бетін астына қаратып, аударып, және 10 минутқа қоямыз. Мінекей құрметті көрермендер, біздің су бөрегіміз дайын, өте жұмсақ, өте иісі енді күшті, прям ауызбен айтып жеткізу мүмкін емес. Иісі керемет. Қазір сіздерге кесіп, арасын кесіп көрсететін боламын. Мұқият болыңыздар. Мінекей осылайша дәмді, иісі де керемет. Өте жұмсақ, ауызға салған кезде еріп кетеді.